Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін бізде Python тілінің Python программасының while циклы тақырыбымыз. While циклдың бүгінгі сабақта үйренетін нәрселеріміз шарт while циклы және while циклының жазылуы және while'дың ерекшеліктері негізі үйренетін бүгінгі сабақта үйренетін тақырыптарымыз, while туралы білетін нәрселеріміз. While цикл, шартты while циклы резервтік сөзі мен цикл шарты, яғни шарт логикалық типтегі өрнектерден тұрады. Цикл шарты логикалық өрнек түрінде жазылады. Логикалық өрнектің нәтижесі бөлдік типтегі нәтиже болып саналады. Шарт циклының логикалық өрнегі true немесе false мәнін ғана қабылдайды. Цикл ішінде операторлар орындалуды бастамас бұрын цикл шартының мәні тексеріледі. Тексеріледі дегеніміз, яғни шарт ақиқат мәнін қабылдаса, цикл өз жұмысын жалғастырады. Егер өрнектің мәні жалған болса, онда цикл жұмысын аяқтайды. Басқа операторды немесе өрнекті цикл ішінде орналастыру үшін while мен цикл шарты жазылғаннан кейінгі жолдарды 4 бос орын тастап жазу қажет. Бізде while шартының циклын жазылуы, while шарт цикл денесі және белгі өзінің нешеге дейін сан болатын, соншаға дейін оператор өрнектері болады. Шарт цикл while'дың ерекшеліктері. Циклдың қайталану шарты цикл денесі жұмыс істемей тұрып тексеріледі. Және екінші ерекшелігі шарт цикл саны белгісіз болған жағдайларды қарастырылғанда ғана қолданылады. Біз жалпы практика жүзінде қазір толықтай түсінуіміз үшін бізге бір есеп берілген. Ол есепті қалай? Бірден n санына дейін, яғни бір белгілі бір санға дейінгі қосындылардың есептейтін программа жазып, блок сызбасын салайық дейді. Яғни ол қалай? Бізге ол үшін не керек? Бізге ол үшін Python тілі керек. Python программасын басу керек, жүктеп алу керек. Немесе Google-ға Python онлайн деп жазсаңыздар, негізі онлайн Python'ның программасы бар. Ол үшін бізге не керек? Ең алғашқы бізде, яғни қалай? Бізге 1 плюс 2 плюс 4 плюс 3 плюс 4 және белгілі бір санға дейін дейді, қосындысы n дейді. Бізге осы сандардың қосындысын есептейтін программа жазып шығаруымыз керек. Яғни ол қалай? Ол үшін бізге бірінші не жазу керек? Бізге n жазу керек. n, яғни біз нешеге дейін аламыз? 10-ға дейін деп алайық. 10 және суммасы керек. Бізге сумма деп жазамыз. Және 0. Одан кейін бізге i керек. Себебі i дейтін сан ол саналады. Және де біздің тақырыбымыз бүгінгі while i кіші тең n, яғни 10-ға дейінгі санымыз. Және қос нүкте болу керек соңында. Одан кейін суммасы плюс тең i. Одан кейін i тең i плюс тең бізге не ол? I дегеніміз 1 деп алса, 1-ден басталса. Және де printtің ішіне біз қосындысын тауып жатқаннан кейін біз қосынды деп жазайық. Бізге түсінікті болу үшін қосындысы және тең. Одан кейін үтір қоямыз да суммасын жазамыз. Тауып керек суммасын. Және бізге осы программаны тексеру үшін бізге run немесе F9-ды басуымыз қажет. Біз run'ды бассақ қосындысы 50 дейді. Яғни ол қалай? Жаңағыдай. Яғни ол бізге 1 плюс 2 3 4 5 5 6
7, 8, 9, 10. Осылардың барлығын қосыңыз, бізде 55 деп тұр. Бізге программаны дұрыс шығарып берді. Бізге қысқаша осы while цикл туралы кішігірім өрнегіміз біздің сіздерге түсінікті болу үшін көрсетіп өткеніміздей. Сіздерге сабағымыз ұнаған болса, келесі сабақты да көрсеңіздер болады. Назар салып тыңдағандарыңызға және де осы сабақтан үйренген нәрселеріңізді біздің пайдамыз тиген болса, біз өте қуаныштымыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.